Сәлем достар, сіздермен Нұрсезім. Бүгін мен сіздермен мерекелік дастарханды бірге жасайтын боламын. Бар болғаны 2 сағатта дәл осындай елканың және 7 түрлі рецепттің жасалу жолын үйрететін боламын. Менің каналымнан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Кеттік. Алдымен осындай өте жұмсақ әрі дәмді қантты пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен апара дайындаймыз. Ыстық сүтке ашытқы, қант, шым-шым тұз және 3 шай қасық ұнды қосып барлығын араластырамыз және осыны 15-20 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Біздің апарамыз көтерілу қажет. Көтерілмей қалған жағдайда бұл апарамен әрі қарай жұмыс істемей басқасын жасау керек. Яғни біздің қамырымыз шықпай қалуы мүмкін. Бөлек ыдыста 2 жұмыртқаға қант және ваниль қантын қосып және бөлме температурасында тұрған сары майды қосып барлығын венчикпен араластырып аламыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ, біздің тек массаларымыз бірігуі керек, кейін қамыр иленген кезде барлығы бірігетін болады. Және біздің көтерілген апарамызды осы массаға қосып барлығын араластырамыз. Және соңында ұнды 2-3 бөлікпен қоса отырып жұмсақ қамыр илейміз. Яғни қолмен емес, венчикпен не болмаса қасықпен араластыратын боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығу керек. Мен бұл жерде 250 грамм ұн алған болатынмын, дегенмен оның 220 граммын ғана пайдаландым. Сондықтан сіздер де өздеріңіздің ұндарыңызға және қамырдың консистенциясына қарайсыздар. Қамыр осындай жабысқақ, өте жұмсақ болу керек. Осының бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілу үшін қалдырамыз. Бөлек ыдыста салқын сары май мен қантты араластырып біріктіріп аламыз және оны қайта холодильникке салып қоямыз. Бұл бізде қамырдың бетіне жағу үшін қажет болады. Қамыр көтерілгеннен кейін осындай 20 не болмаса 22 сантиметрлік формаға салып аламыз. Кішкене ұн қосамыз, қолымызға жабыспас үшін және формаға біркелкетіп орналастырып шығамыз. Қамырды осылай орналастырып шыққаннан кейін оның бетін жауып, тағы да 25-30 минутқа қалдырамыз. Сол аралықта ол көлемін тағы да үлкейтетін болады. Кейін қолымызды майлап алып, осылай қамырдың бетіне тесіктер жасап шығамыз. Осылай тесік жасап алғаннан кейін біздің мұздатылып тұрған крошка десе де болады, яғни май мен қанттан жасалған крошкамызды осылай қамырдың бетіне орналастырып шығамыз. Және пирогты қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін пештен аламыз және ыстықтай күйінде осылай шпажканың көмегімен тесіктер жасап аламыз және бөлме температурасында тұрған сливкиді осылай бетіне жағып шығатын боламыз. Бұл бізде пирогтың өте сочный әрі дәмді болып шығу үшін қажет. Сливкиді құйып алғаннан кейін пирогты тағы да 5-10 минутқа духовкаға салып аламыз. Пирог өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Мерекелік дастарханға міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Келесі болып осындай ерекше оформлениемен жасалатын красный бархат рулетін дайындайтын боламыз. Алдымен құрғақ ыдыста жұмыртқа мен қантты қосып, миксердің көмегімен 4-5 минуттай әппақ пена болғанға дейін миксерлейтін боламыз. Әппақ пена болғаннан кейін сұйық майды және айранды қосып, тағы да 30 секундтай миксермен араластырып жібереміз. Бөлек ыдыста құрғақ қоспаларды, яғни ұн мен разрыхлительді араластырып алдық және осыны біздің сұйық массамызға 2-3 бөлікпен қосатын боламыз. Және бұл жерде миксермен ұзақ араластырудың қажеті жоқ, себебі біздің пышный массамыз басылып қалуы мүмкін. Сондықтан ұн мен сұйық масса біріккенге дейін ғана миксерлеп аламыз. Осы общий массадан 2 үлкен қасықтай
яғни екі бөлек ыдысқа құйып аламыз және оны бөлек алып қоямыз. Бұл бізде елканың суретін салу үшін қажет болады. Ал қалған массаға какаоны және қызыл красительді қосып, тағы да 30 секундтай ғана миксерлеп аламыз. Бөлек алып қойған қамырдың бірінші бөлігіне жасыл, екінші бөлігіне сары түсті красительдерді қосып араластырып аламыз және өзімізге ыңғайлы болу үшін оларды кондитерский мешокқа құйып аламыз. Жасыл түсті қамырмен дәл осылай елканың формасын шығарамыз, ал сары түсті қамырмен оның үстіне сары жұлдызшаны салатын боламыз. Елкаларды салып алғаннан кейін оның үстіне біздің негізгі қамырымызды орналастырамыз және оны спатуланың көмегімен бір тегіс етіп жайып шығамыз. Кейін рулетімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін рулетті бірден орайтын боламыз. Астына орамал және пергамент төсеп, үстіне тағы да екінші пергаментті төсеп, дәл видеода көрсетілгендей орайтын боламыз. Рулеттің ортасына кремін дайындаймыз. Осындай творожный сырға сахарный пудраны қосып, екі масса біріккенге дейін шамамен 1 минуттай миксерлеп аламыз. Кейін осыған бөлме температурасында тұрған сары майды қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Бізде тығыз крем шығу керек. Май міндетті түрде сапалы болу қажет. Мен әрдайым 82,5% майды қолданамын. Рулет суығаннан кейін ортасына крем жағып жинайтын боламыз. Кейін рулетті 1-2 сағатқа холодильникке сіңу үшін жібереміз. Кейін үстіне кез келген декор жасасаңыздар болады, не болмаса дәл осы күйінде дастарханға ұсына берсеңіздер де болады. Өте ерекше әрі тез жасалады. Сіздердің мерекелік дастархандарыңыздың көркін ашатынына сенімдімін, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің видеоларым ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, және алдағы уақытта бұдан да бөлек көптеген рецепттерді ұсынатын боламын. Сондықтан менің каналыма қолдау көрсетіп, тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Келесі болып сіздерге осындай қатпарлы қамырдан жасалатын елканың рецептін ұсынамын. Мен бүгін дайын қатпарлы қамырды пайдаландым. Оны осылай жайып аламын, үлкен қылып, және оны екі бөлікке бөліп аламын. Екеуісін әрқайсысын бөлек-бөлек жайып алатын боламыз. Осылай шпательдің не болмаса пышақтың көмегімен елканың формасын жасаймыз. Шетіндегі артық қамырларды алып тастаймыз және біздің елкамызды пергаментке орналастырып, тағы да кішкене жайып жібереміз. Осы қамырдың бетіне вареный сгущенканы не болмаса арахисовый паста қоссаңыздар да болады. Осыны бір тегіс етіп жағып шығамыз. Және оның үстіне екінші қамырды орналастырып, шет жақтарын фиксировать етіп шығамыз. Яғни біздің вареный сгущенкамыз ағып кетпеуі керек. Әрі қарай шыршаның формасын шығару үшін дәл видеода көрсетілгендей узорлар жасайсыздар. Сондықтан видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар.
Осылай әдемі елка жасап алғаннан кейін оның үстіне жұмыртқаның сарысын сүтпен араластыра отырып осылай жағып шығатын боламыз. Және елкамызды қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бөлме температурасында суытамыз және оның бетіне ойыншықтарын, яғни украшение жасау үшін осындай M&M's не болмаса скитлстарды шоколадпен жаға отырып, дәл осылай орналастырып шығамыз. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады, сондықтан сіздер де мерекелік дастарханға жасап көріңіздер. Алда қоян жылы келе жатқандықтан қоян пішіндес осындай өте дәмді салат дайындаймыз. Алдын ала суда пісіріп алған тауық еттерін дәл осылай майдалап турап аламыз. Пісіріп алған жұмыртқаны да дәл осылай майдалап, кубиктап турап аламыз. Соленый огурцыды да майдалап, кубиктап турап аламыз. Және соңында пияздың аз ғана бөлігін, яғни мен 1/4 бөлігін ғана турадым, майдалап турап аламыз. Осы турап алған барлық заттарымызды бір ыдысқа біріктіріп аламыз. Кейін оған татымына қарай тұз және майонез қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Қоянның пішінін шығару үшін дәл осылай тарелкаға сала отырып, жинайтын боламыз. Әрі қарай видеода толығымен көрсетілген, мұқият қараңыздар. Осылай қоянның пішінін жасап алғаннан кейін соңында майда үккіштен өткізілген сиырымызды сеуіп шығамыз. Кейін оливкидің не болмаса жүзімнің көмегімен қоянның көзін, мұрнын және мұрттарын, сондай-ақ көк пиязбен құлағын жасайтын боламыз. Кейін қызыл болгар бұрышымен не болмаса қызанақпен қоянның тілін жасаймыз. Толық жасалуы осы видеода анық көрсетілген, соңына дейін көріңіздер. Құрамы да өте арзан, әрі жасалуы да оңай, сондай-ақ түрі де ерекше болып шығатын бұл салатты сізде міндетті түрде мерекелік дастарханға жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі әдемі болып шығады. Жаңа жылдық дастарханда міндетті түрде тұратын сельдь под шубой салатының рецептін ұсынамын. Алдын ала пісіріп алған көкөністерді және жұмыртқаны үккіштен өткізіп аламыз. Және пияздың кішкене ғана бөлігін майдалап турап қосып жіберсеңіздер де болады. Мен бүгін селедканың орнына печень трески қосқан болатынмын. Оның орнына сіздер селедка не болмаса кез келген консервированный балық қоссаңыздар болады. Осыны майдалап төртбұрыш қылып турап алғаннан кейін оны пиязға қосып араластырып аламын. Салатты осындай домалақ формада жинайтын боламын. Алдымен картопты осылай орналастырып, оны қасықпен тығыздап шығатын боламын. Кейін оның үстіне тұз және майонезді сеуіп жағып шығамын. Әрі қарай дәл осы реттілікпен жиналады.
Лавашты жинап алғаннан кейін ацетатный пленканы алып тастаймыз және холодильникке 1-2 сағатқа жібереміз. Кейін оны дастарханға сұна беруге болады. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Келесі кезекте өте жеңіл жасалатын тіске басар, яғни закуска дайындайтын боламыз. Осылай піскен жұмыртқаларды сарысы мен ағын 2 бөлек бөліп аламыз. Ақуыздардың түбін осылай кішкене ғана кесіп аламыз. Бұл бізде орнықты тұру үшін қажет болады. Бөлек ыдыста сарыуызын салып алған болатынбыз. Соны шанышқының көмегімен езіп аламыз және оған майда үккіштен өткізілген сырды қосамыз және майонезді қосып, барлығын араластырып аламыз. Сарыуыздан жасап алған салмамызды осылай ақуыздың үстіне орналастырамыз. Қиярды дәл осындай пышақтың көмегімен өте жұқа етіп турап аламыз. Кәдімгі пышақпен бұлай істелінбейді, себебі бізге форма шығару үшін дәл осылай өте жұқа етіп кесіп алу керек. Сарыуыздың үстіне укроптарды орналастырып шығамыз. Жұқа етіп турап алған қиярды осылай орай отырып, шыршаның формасын жасап аламыз. Кейін оның ортасына зубочистканы қадап, жұмыртқаның үстіне орналастыратын боламыз. Жасалу өте тез, әрі артық затты қажет етпейтін дәл осы тіске басарлар сіздердің мерекелік дастархандарыңыздың көркін ашады деп сенемін. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Тағы бір оңай жасалатын тіске басардың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен көк пиязды дәл осылай майдалап турап аламыз. Ас көкті де дәл солай майдалап турап алатын боламыз. Піскен жұмыртқаны үккіштен өткізіп аламыз. Және осындай консервированный балықтың кез келген түрін қолдансаңыздар болады, не болмаса печень треске қоссаңыздар да болады. Оны бөлек ыдысқа салып, осылай қасықпен майдалап аламыз. Енді лавашпен рулет жасап орайтын боламыз. Лаваштың үстіне алдымен майонезді жағып шығамыз, кейін үстіне жұмыртқаны және көк пияздарды сеуіп шығамыз. Салмасын осылай жайып алғаннан кейін лавашты төменгі жағынан бастап рулет қылып орап аламыз. Екінші слойға да дәл солай жинайтын боламыз, бірақ салмасын кішкене өзгертеміз. Алдымен майонезді жағып аламыз, кейін оның үстіне мен печень треске қосқан болатынмын. Печень трескиді жарты бөлігіне қосамын. Екінші бөлігіне үккіштен өткізілген сырды себемін және үстіне аскөкті және көк пиязды сеуіп шығамын. Салмасын салып болғаннан кейін осылай лавашты кейін бұрып кері қарай орайтын боламыз, яғни бізде 2 слой болады. Дайын болғаннан кейін оны пакетке салып холодильникке 1-2 сағатқа жібереміз. 2 сағаттан кейін алып, оны домалақ етіп кесіп, дастарханға сұна беруге болады. Өте дәмді әрі тез жасалатын тіске басарлардың бірі, сондықтан жасап көріңіздер. Және соңғы рецепт сіздерге мерекелік дастарханның көркін ашатын осындай жемістерден әдемі нарезкаларды үйрететін боламын. Алдымен алманы 2 бөлікке бөліп аламыз. Әр қайсысын осы дәл видеода көрсетілгендей етіп турап
жапырақ пішіндес қылып шығарамыз. Видеоны мұқият қараңыздар және соңына дейін көріңіздер. Кивиді ортасынан осылай айқастыра кесе отырып, гүл пішіндес форма шығарамыз. Дәл осылай не болмаса өзіңіздің фантазияңыз бойынша кез келген нарезка жасасаңыздар болады. Нарезка бұл дастархандағы ең әдемі көрінетін әрі ерекше көрік беріп тұратын болғандықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, менің видеом сіздерге ұнаған болса және соңына дейін көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алда бұдан да керемет рецепттер шығатынына уәде беремін. Лайк басып комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.